Сәлем достар, біз келдік Шымкентке. Пойыздан түстік. Ал достар, біз Шымкентке келдік. Шымкенттік блогымыз басталды. Сәлем деп қойыңдар, қыздар. Шымкент ұнап отыр ма? Қазір пойыздан түстік. Вот. Шымкентте жаңбыр жауыпты, қараңыздар. Үйге барамыз қазір. Шымкент күшті екен. Ал вокзалдар осындай екен, қараңыздар. Өте әдемі екен вокзалдары. Қараңыздар. Біздің Шымкенттік блогымыз. Пойыздан түстік, қазір квартираға барамыз, көрсетеміз, рум-тур жасаймыз. Біздің таңдаған квартирамыз осындай. Әжірді мен. Әшін көрсетсері. Қызық болар. Рум-тур жасайық жемдер. Осындай шағын комнатасы бар екен. Телевизоры бар. Қазір. Мұнда балкондары бар. 24-те балконда түсіреміз. Мына жағын көрсетеміз қазір. Мұнда кухня. Кухнясын қараңыздар. Керемет. Абайла. Балкондары кең екен. 24-те балконда видео күтіңіздер. Вот, қараңыздар. Күшті екен далады. Біздер үшінші этаж жазбыз ба? Иә, үшінші этаж. Ең жеріндер мына жақты көреміз. Ана жақты көрейік бар. Қандик просто бұрақ. Вот, жататын жер осындай. Еще 24 сағат шкафта деген түсіреміз. Еще мына пиванда түсіреміз. Иә. Şimdi тағы балкон. Ал мына жерде мен. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Тағы балкон жүр көрсейші. Әне, тағы балкон. Иә. Насыл білет. Мұнда жаңа туалеті ваннасы. Қараңыздар. Онда душ. Сәлем достар, қалайсыздар? Біздер Шымкенттеміз. Осы ЖК-да тұрып жатыр. Блогымыздың екінші күні. Қазір магазинге шықтым. Продукт алуға. Балдарға. Дала жаңбыр, күшті болып тұр екен, бірақ. Видеоға лайк, комментарий айырмаңыздар. Осындай шайға алып алдым. Қазір осымен таңғы асымызды ішетін боламыз. Енді үшінші этажға барамыз. Біздің блогымыз жалғасуда. Блогтың екінші күні Шымкенттеміз. Осындай двордың алдында осындай игровой бар екен. Соған ойнауға шықтық. Иә, Назым мен Арай. Біздің каналға подписация етуді ұмытпаңыздар. Сіздер үшін. Мынау біздің квартирамыз тұрып жатқан. Осы есік алдында. Мәкон ол саған бармайды, детский ғой. Сен үлкен соң ғой, сет жасарсың. Мында ойна. Иә. Жоқ, мына жерде. Иә. Ана жерде де тоже бар екен, площадка. Қараңыздар. Күшті екен. Иә. Вау, Назымды қараңыздар. Ой. Күн жамып кетті Шымкентте. Таңертең жаңбыр жауып тұрады. Вау.
Dostlar kişi nazar жауған кен. Иә. Найзаға жауған жоқ, найзаға ойнайды о. Басқасын ойнайсың ба? Иә. Иә. Қазақстан туы. Желбіреп тұр. Достlar, өзім сәйгімде барып, ана Қазақстанды көрген бі? Сен басым соғып алдың ғой. Қайықонды қараңыздар. Қайықон, привет де. Привет де. Андырдыр. Шымкент бізге ұнап жатыр. Бұйыртса бізбен бірге болыңыздар. Осындай двордың алды өте керемет екен. Мұнда шағын фонтан бар екен. Фонтанды бірақ жасамай тұрған сияқты. Вот. Өте әдемі екен. Достар, біздің влогтың 3-ші күні жалғасуда. Осындай Шымкенттің Арбатына келдік. Күшті болып тұр погода. Арай, привет де. Күшті ма? Ұнап отыр ма? Шашлик жеуге барамыз. Иә, шашлик жеуге барамыз қазір. Арбаттың көшесімен кетіп бардық. Иә, фонтан бар екен. Шымкенттің Арбаты күшті екен. Бізге ұнап жатыр. Өте әдемі жасыл қала екен. Қазір Шымкенттің шашлығын жеуге барамыз. Бұйыртса түсіретін боламыз. Иә, кеше кім берді саған? Кім берді? Мәсейін берді ма? Иә. Арбаттың бойында осындай магазиндер бар екен. Шағын-шағын. Неше түрлі дүкендер бар екен. Серуендеп жүруге күшті екен. Өте жақсы екен. Біздің видеомызға лайк, комментарий, подписаться етіңіздер. Біз деген Мизам кафеге келдік. Қазір заказ беріп қойдық, заказдарымызды күтіп отырмыз. Мама, тидот берін ба? Іші осындай екен. Мама, тидот берін ба? Қараңыздар. Мама. Жоқ, компот бердім. Заказдар келгесін түсіретін боламыз. Назым шөлде отыр. Бірінші пловымыз келді, осындай. Ташкентский плов дейді. Нанымыз, компоттарымыз келді. Қазір тағы да заказдарымыз келеді. Ал, біздің шашликтеріміз келді. Ас болсын бізге. Қайықонның түріне. Шымкенттің шашликтері. Бұнда пловы. Арай, ас болсын. Жаным дейді. Мизам деген кафеге келіп тамақтанып жатырмыз. Әр тамақтар күшпеген дәмді екен. Арай, қалай екен шашлигі? Дәмі күшті ма? Ұнады ма? Қайқон саған қалай? Күшті ма? Күшті? Güzel. Күшті ма? Güzel. Қаларсаң ғой. Шымкентке келіп, шашлығын жеп көріңіздер обязательно.